Оңтүстік Корея, Samsung, K-pop және инновациялар отаны. Бұл ел әлемді өзінің мәдениетімен және технологиясымен жаулап жатыр. Бірақ, Оңтүстік Корея жақын болашақта жер бетінен мүлдем жойылып кетуі мүмкін бе? Оксфорд университетінің профессоры Дэвид Колман әлі 2006 жылы Оңтүстік Корея демографиялық себептермен жойылатын әлемдегі ең бірінші мемлекет болуы мүмкін деп ескерткен еді. Бүгінде мұндағы бала туу коэффициенті 0,72, яғни бір әйелге бір баладан да аз келеді. Бұл әлемдегі ең төменгі көрсеткіш. Бұл ел қалайша мұндай тұңғиыққа құлады? Мұның тамыры қайда жатыр? Бүгін біз Кореяның демографиялық трагедиясын тарихи тұрғыдан талдаймыз. Тарих қойнауы. Жапон отарынан 50-ші жылдардағы соғысқа дейін. Корея тарихы қашанда қиындықтарға толы болды. 1910 жылдан 1945 жылға дейінгі Жапон отарлауы кезеңінде халық ауыр еңбек пен кедейлікте өмір сүрді. Одан кейін басталған 1950 жылғы қанды Корей соғысы елді толықтай күйретіп кетті. Бірақ қызығы сол, соғыс аяқталған соң Оңтүстік Кореяда нағыз бэйби-бум басталды. Кедейлік пен аштыққа қарамастан 1950 жылдардың соңында әр отбасында орта есеппен 6 баладан болды. Халық саны күрт өсті. Үкімет қираған экономиканы қалпына келтіру үшін тырмысып жатқанда, ауыздықты қажет ететін жаңа проблема туындады. Адам тым көп, ал тамақ аз болды. 60-70 жылдар. Экономикалық ғажайып және демографиялық тежеу. 60 жылдары билікке келген Пак Джон Хе үкіметі радикалды шешім қабылдады. Елге экономикалық секіріс керек болды. Бұл тарихта Хан өзеніндегі ғажайып деген атпен қалды. Алайда экономиканы көтеру үшін мемлекет демографиялық тежеу бағдарламасын іске қосты. 70 жылдары бұл үгіт насихат тіпті күшейді. Бір баладан ғана тауып бақытты өмір сүр деген ұрандар ілінді. Отбасын жоспарлау заңдары қатаңдап, контрацепция тегін таратылды. Ерлерге вазэктомия жасау насихатталды. Бұл саясат өте сәтті болды. Экономика ғарыштық жылдамдықпен өсті, ал бала туу көрсеткіші 6-дан 2-ге дейін төмендеді. Бірақ үкімет бұл сәттіліктің келешекте қандай зардап әкелетінін болжай алмады. Қазіргі кезең. Кризис зардабы және тозақ Чосон. Бүгінгі Корея өте бай, бірақ өте стрессті мемлекет. Жастар өз елін тозақ Чосон деп атайды. Неге? Өйткені бүгінде бала туу тұрмақ. Үйленудің өзі үлкен люкске айналды. Баспана бағасының шарықтауы, Сеулдегі орташа пәтер $1 миллион асады. Білім беру шығындары. Корея баланы өсіруге ең көп қаражат кететін әлемдегі нөмір 1 ел. Жұмыс орнындағы бәсекелестік. Кореялық әйелдер карьера мен отбасының бірін таңдауға мәжбүр. Балалы болған әйелдің жұмысқа қайта тұруы өте қиын. Ал балалар таңғы 8-ден түнгі 10-ға дейін мектепте және репетиторда, хагондарда жүреді. Бұрынғыдай бір баланы жақсылап өсірудің құны тым қымбатқа түсіп кетті. Нағыз парадокс. Бұрын балалар көп болып мектеп жетіспесе, қазір бос қалған мектептер қарттар үйіне айналып жатыр. Үкіметтің іс-әрекеті. Миллиардтар қайда кетті? Үкімет бұл апатты көріп отырған жоқ па? Әрине көріп отыр. 2006 жылдан бері Оңтүстік Корея билігі демографияны көтеру үшін $200 миллиард астам қаражат жұмсады. Бұл ақша не істелді? Әр туған балаға ірі көлемде сүйінші ақша, тегін балабақшалар мен медицина, әкелерге арналған декреттік демалыстар, тіпті муниципалитеттер ұйымдастыратын жастарды таныстыру кештері. Бірақ бұл бағдарламалардың ешбірі нәтиже берген жоқ. Себебі үкімет мәселені тек ақшамен шешкісі келеді. Ал негізгі проблема қоғамдағы токсикалық бәсекелестік пен еңбек мәдениеті сол күйі шешілмей қалды. Алдағы 20-дан 25-ке дейін жыл экономикалық және саяси апат. Егер жағдай осылай жалғаса берсе, алдағы 20-дан 25 жылға дейін Кореяны не күтіп тұр? Біріншіден, экономикалық коллапс. 2050 жылға қарай жұмыс күші күрт азаяды. Зейнеткерлер саны жұмыс істейтіндерден асып түседі. Бұл дегеніміз зейнетақы қорының сарқылуы, салықтың ауырлауы және экономикалық тоқырау. Корея шетелдік мигранттарға есік ашуға мәжбүр болады. Екіншіден, саяси және ұлттық қауіпсіздік. Ең қорқыныштысы әскер. Солтүстік Кореямен арадағы қақтығыс біткен жоқ. Бірақ Оңтүстік Кореяның әскер қатарына шақыратын жастары азайып барады. 20 жылдан соң армия санын ұстап тұру мүмкін болмайды. Ал саяси аренада тек қарттардың дауысы басым болып, ел консервативті, жаңашылдыққа жабық мемлекетке айналуы ықтимал. Қорытынды.
Оңтүстік Корея ғасырдан астам уақыт ішінде отарлауды да, соғысты да, кедейлікті де жеңді. Олар әлемдегі ең бай, ең дамыған елдердің қатарына қосылды. Бірақ бүгін олар адамзат тарихындағы ең үлкен, көзге көрінбейтін жаумен өз-өзінің жойылуымен күресуде. Бұл тек Кореяның ғана емес, барлық дамыған елдердің басына келуі мүмкін қауіптің жарқын мысалы. Корея бұл дағдарыстан шыға ала ма? Әлде жарты ғасыр бұрынғы бір бала жетеді деген ұран бүкіл ұлттың тағдырына балта шапты ма? Сіз қалай ойлайсыз? Пікір бөлімінде өз ойыңызды қалдырыңыз. Видео ұнаса лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.